8 наурыз аналар халықаралық әйелдер күні білеміз. Соған байланысты мен WhatsApp-ма қанша кісілер не жазды маған сұрақ. Негізі оның уақытысында Астанада жүрген кезде оны айтқанбыз негізінде. Дәрістер бар, YouTube'та тұр. Бірақ соған қарамастан әр жыл осы уақыт келген кезде білмеймін, жамағаттар ұмыт қала ма, баяғыда естігендерін қайда сұрай береді. Әйелдерімізді, аналарымызды құттықтаймыз ба, құттықтамаймыз ба дейді. Міне жамағат, даналық ұстанатын кезең осы жер. Қарайтын болсақ, бірінші 8 наурыз бұл біздің дініміз бұйырған мейрам емес. Оны ашық айтамыз. Құранда ондай аят жоқ. Пайғамбар алейхиссалам уақытында ондай, дәл сондай күн тойланған күн жоқ. Солай ғой. Енді бізге даналық керек екен. Қандай даналық керек? Сол күні елдің бәрі, бүткіл әлем болып, әйел кісілерді құрметтеп жатса, біз не істейміз? Бөлім шығып кетеміз не қарай? Астағфирулла, аузубилля, бидағат ол деп не істейміз? Не даналық бар осы жерде? Қалай ойлайсыздар? Құранға қарсы ма? Қарсы емес. Хадиске ше? Жаңа Абдулла ибн Хузафа не деп айтты? Басын сүйсем, діннен шығып кетесің бе? Шығып кетпейсің. Құранға қарсы ма? Қарсы емес. Пайғамбар сүннетіне қарсы ма? Қарсы емес. Жарайды, басын сүйді барып. Бірақ аналарымызды құрметтеу ондай нәрсе емес қой, ол. Өйткені әйел кісілерді құрметтеу жалпы біздің шариғаттан басталады. Ислам дін келгенге шейін әйел кісілерді әлемде екінші орын адамдар деп есептеген, құл базарға сататын болған, біреуден қарыз алатын болса, залогқа әйелін қойып кететін болған. Сондай бір қиын замандар болған. Ислам діні келіп, әйел адамдардың құқығын қорғап берді, олардың мәртебесін көтеріп берді. Құранда әйелдер сүресі бар, Мариям сүресі бар, білесіздер Құран кәрімде. Енді олар секілді әрине біз келіспейміз. Жыл 12-нің ішінде бірақ күн құрметтеу дегені біз келіспейміз. Тек қана сол күн ғана гүлді беріп, кафеге алып барып, әдемі тамақ алып беріп, келесі күні ой әкең пәленшесі деп айтпаймыз. Біз бір жылда 365 күн болса, 365 күн бойы біз аналарымызды құрметтейміз, әйелдерімізді құрметтейміз, олардың хаққысын орнына қоямыз. Солай ғой. Бірақ дәл сол күнге қатып қалудың қажеті жоқ қой, қатайып алудың қажеті жоқ қой. Біреулердің жазып жатыр, дәл сол күн дейді, уақытысында Европада дейді, әйел кісілердің орамалын шешіпті дейді. Екінші біреу жазып жатыр, дәл сол күн дейді, түрмеде әйел кісілер азаттық алған күн екен дейді. Тағы біреу бірден көп нәрсені жазды. Бауырлар, қазір тарих бетін қарай беретін болсақ, тарихта не болмады уақытысында? Қазір әрбір күнімізді тарих беттен ақтаратын болсақ, бүткіл күнімізде сондай бір қаралы қиын күндер өткен уақытысында. Әлемде. Мысалы, бір кісі бір той өткізейін деп жатыр. Кейін біреу келеді, бүгін той істемей, осындай күн. Неге? Осындай жылы, осындай бірдеңе болған екен, уақыт трагедия болған. Одан кейін істейді, ол күнде сондай бірдеңе болған екен. Ол күн өткізбей, одан кейін істе дейді. Әрбір күнді қазір санап қарайтын болсақ, бүткіл күндерде қиын күндер өткен тарихта. Бірақ біздің тарихтағы олмен шатағымыз жоқ. Тарихта не болмады, және қайталап айтамын. Біз бір нәрсені білеміз, бұл мемлекеттік халықаралық әйелдер күні. Міне әлі орамалға кіре алмай жатқан қарындастарымызға, әлі намазға жығыла алмай жатқан қара көздерімізге және бір мүмкіншілік бізге бұл. Біз оқшауланбаймыз. Керісінше осы мәселені ары қарап біз дін бойынша алып кетуіміз керек. Әйел адамдар құрмет қылу біздің дінімізде кеңінен айтылған. Құрметті аналар, аман болыңыздар, құрметті әйелім, бақытты бол, қыздарым, бойжетіңдер деп тілегіңізді айтыңыз, сыйлығыңызды беріңіз, сол күнде беріңіз, одан кейін де беріңіз, оның алдында да бере беріңіз, бүгін де беріңіз, Бірақ оларға айтамыз, тек қана 8 наурызбен ғана біз шектелмейміз. Бір қауымдар секілді емеспіз біздер. Бір жылда бірақ күн ойлайтын. Біз әйел кісілерді әрбір сәтімізде, әрбір уақытымызда олардың құқықтарын жоғарғы деңгейде құрметтейміз деп және айтып қалуға бізге не бұл? Мүмкіншілік қой. Сол кезде орамал тақпағай, таға алмай жүрген кейбір қара көздеріміз біздерді де көріп, олар риза болу керек. Ана біреулер секілді бірақ штук гүлмен емес, қолынан келсе үлкен сыйлық алып бер. Анаңызға алып беріңіз, қарындасыңызға алып беріңіз, Өткен жаңа жылда сол көмірсі айттық қой, жаңа жылда. Балаларымызды өзіміздің ақшамызды подарок алып беріп, жаңадан нәрселер болды ғой.
Ал біздің жаңа жыл оның алдында Мұхаррам айына кіріп кеткен еді негізінде. Сол секілді бауырлар, айтқым келген жері жалпы оған мен айтатын ойымда жоқ еді, бірақ қазір есіме түсіп жатқан ғой мына мәселеде. Даналық деген нәрсе керек бізге. Даналық. Енді екінші жағы бар. Дәл осы 8 наурызға даналық қылмайтын болсақ, қоғамдағы, даже өзіңіздің намаз оқып жүрген, орамал тағып жүрген әйеліңіздің өзі сізден бірдеңені күтеді. Не күтеді? Сыйлықтан бұрын не күтеді? Даналық күтеді дейді. Елдің бәрі қатын құттықтап жатқан болса, сен үндемей бидағат деп телевизор көріп жатсың аяқта. Бәрі де әйеліңіз жүрегінде сізден сондай бір жақсы сөз күте ме, күтпей ме? О әйел, мейрамыңмен айналайын деп айтуға бола ма, болмай ма? Солай айтсаңыз, бірдеңе бола ма сізге? Ешнәрсе болмайды. Тақуалығың кеміп қала ма? Кеміп қалмайды. Сауабыңыз азайып қала ма? Азайып қалмайды. Дінге қарама қарсы ма? Қарсы емес. Өйткені әйел кісілерді құрметтеу, дәл айтамыз, әрбір сәтте біз бұйырылғанбыз.